сізге сұрақ қояйын, былай дейді. Өмір сүру үшін өзгеру керек дейді. Өзгеру керек. Сонда адам қалай өзгеру керек? Өмір үшін ағасы. Өмір өзгеру керек дейді. Өзгеруіміз керек. Неге? Осы отырғаның бәрі советтік идеологияның школасынан өткен сомен қалыптасқан адамдар. Қазір дүниетаным өзгерді. Материализм, атеизм жалған ғылым болып шықты. Енді бізді энергетикалық өріс басқарады, соның ар жағында ұлы сана тұр деген жолға қарай кеттік. Ананың бәрі, бірақ бұны Европа қазір ала алмайды, Америка ала алмайды, Россия ала алмайды. Мынау қазіргі ұрпағы өту керек өмірден, жаңа ұрпақтар келгенде солар сезініп, ұлы санаға қарай қадам басалуы мүмкін. Бұндағы мәселе, біз қандай адамбыз, осы қоғамымыз? Қайдан келдік? Мәңкүрттенген, көп нәрседен айырылған, сырттан хабары жоқ, тұншықтырып ұсталған, оның үстіне біз әбден мінез құлқымыз бұзылған қалыппыз. Кім бұзды мінез құлқымызды? Мінез құлқымызды бұзған бұл патша үкіметі жасырын түрде сексеуіл әдісін қолданды бізге. Анау Спиранский айтты ғой, қазақтың даласында сексеуіл деген болады екен ағаш. Оған балтамен ұрсан жарылмайды екен, өзін ұрса быт-шыт шығады екен. Осыны қазаққа қолданайық дейді. Патша үндемей жаңағы мәселені болыстық системаға ендірді. Болыстық система қандай? 2000 ауылда тұрады, 2000 үйден тұрады, 12 ауылдан тұрады. 12 ауыл 12 түрлі ұрудан тұрады. 4 би сайланады, 4 ауылнай сайланады, 40-50 бас сайланады, 210 бас сайланады. Осының барлығы қазақты бұзу үшін. Соның кейін жаңағы штатқа таласады. Кәдімгі аш иттер қандай сүйекке таласатын болса, қазақтар соған таласып жүріп, Торағыровтың айтуы бойынша, бұл абай тұсы қазақтың бұзылғаны, қаралыққа айналып қызылғаны, елдігіне, жеріне, әмдініне құрылды талай тұзақ, талай қақпан. Тұзақ деп отырған жоқ, шоқындырып орыстандыру. Ал қақпан деп отырған саяси қақпанға түсірді. Сөйтіп, біздің монолитный бір тұтас келген қазақты абайдан кейін быт-шытын шығарып, осы күнге шейін сол жаман мінез құлықтан біз құтыла алмай жүрміз. Арыз жазу, біреуді көре алмау, жала жабу, ондай қазақтың мойнында болған емес. Біз сондай жаман ұрпақпыз былай айтқанда, бұзылған. Енді осы бұзылған ұрпақты жаңа идеология арқылы бұрынғы монолитный қалып келуіміз керек. Сонда ғана біз нық ұсталады.